Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар, құрметті желі қолданушылары. Бүгін мен сіздерге департаментпен 2020 жылдың бірінші жарты жылдығында атқарылған жұмыстармен бөлісуді жөн санадым. Департаменттің негізгі қызметі сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейтуге және оның алдын алу тиімділігін арттыруға бағытталған болса, басты мақсаты облыс тұрғындарының игілігі үшін сыбайлас жемқорлықты жою. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңында 3 механизм қарастырылған болса, олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу, сыбайлас жемқорлықта өкілдерін талдау және қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, яғни алдын алу, сауаттандыру және жазалау шаралары. Сондықтан да барлығымыздың міндетіміз жемқорлықтың салдарымен күресу емес, қайта оған жеткізбеу үшін алдын алу мен оның алғы шарттарын жою. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытында департаментпен ағымдағы жылдың 6 айында облыс бойынша 50 мыңға жуық адамды қамтыған 460-тан аса түрлі бағытта іс-шаралар өтті. Негізінен бұл шаралар агенттікпен іске асырылған жобалар шеңберінде өткізіліп келеді. Енді осы жобалар аясындағы жұмыстарға тоқталып өтейін. Антикор Лайв жобасы. Баршамызға белгілі, ел аумағында пандемияға орай бірқатар шектеулер орнатылды. Аталған жоба аясында осы мерзім аралығында онлайн форматта тікелей эфирге 64 рет шығу ұйымдастырылып, қаралымы 85 мыңнан асты. Бұл жоба аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат қалай жүзеге асырылып жатыр, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың жаңашылдықтары бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізіліп отырады. Адал көмек жұмысы. Адал көмек жобасы. Іске қосылған жоба аясында тұрғындарға тегін құқықтық кеңес беру үшін еріктілер ретінде тәжірибелі заңгерлер, қала, аудан, ауыл әкімдері мен мекеме басшылары тартылуда. Осы жобаның онлайн форматтағы 278 тікелей эфир ұйымдастырылып, қаралымы 127 мыңнан асты. Бұл жерде заңгерлер мен адвокаттар әртүрлі маңызды сұрақтар бойынша әлеуметтік оқшауланған азаматтарға құқықтық кеңес беруді ұйымдастырып отырады күнделікті негізде. Аталмыш жобаның маңыздылығын ескерген облысымыздың аудан қала әкімдері және де 187 ауылдық әкімдері халықпен билік арасында ашық диалогтық алаң құрып, тікелей эфирде тұрғындар үшін маңызды ақпараттармен бөлісіп, тұрғындардың сауалдарына жауап беріп, ұсыныс пікірлерін тыңдады. Карантин кезінде халықпен билік арасындағы байланыстың алшақтауына байланысты, күнделікті тұрмысқа байланысты, жалпы мемлекеттік қызмет алуға байланысты сұрақтарға қатысты түсіндірме жұмыстарды әкімдер және де мемлекеттік мекеменің өкілдері қазіргі таңда онлайн форматта телефондар арқылы әлеуметтік желіде түсіндіру, яғни халықпен тікелей байланысқа шығуды ұйымдастыруға көшіп кетті. Түркістан адалдық алаңы жобалық кеңсесі бастамасымен 56 мекеме Open Space үлгісінде, 69 фронт кеңсе және 4 халықтық кеңсе тұрғындар үшін жұмыс атқаруда. Бұл жұмысты біз бұдан әрі жалғастырамыз. Жыл соңына дейін тағы да бірнеше аудандық әкімдіктерді сервистік әкімдікке көшіру форматын жоспарлап отырмыз. Сервистік әкімдік, яғни халықтық кеңсе дегеніміз, халыққа мейлінше ыңғайлы жағдай жасау, мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін арттыру болып табылады. Safe Zone қауіпсіз аймақ. Облыс аумағында билік институттарының қоғаммен кері байланысын арттыру мақсатында 83 ауылдық әкімдіктерге ауыл тұрғындарының тегін әрі кез келген уақытта қолжетімді Wi-Fi, компьютер, принтер, стационарлы телефон және сенім жәшігі орнатылған. Бұл кез келген азамат өзінің қажеттілігіне байланысты қызмет алу үшін, өзінің қажеттілігіне байланысты әртүрлі мемлекеттік мекемелермен байланысқа шығу үшін ұйымдастырылған орталық болып табылады. Кеңсе менеджерлерімен атқарылған шаралар. Түлектердің мектеп бітірулеріне орай ұстаздарға сыйлық беру үшін қаржы жинау мәселесін тоқтату бойынша онлайн жиындар өтті. Мысалы, агенттіктің 14-24 кол орталығына келіп түскен ақпаратқа сәйкес, Түркістан қаласы 23 мектептің бітіруші түлектер арасында бітіру кешіне оқушылардан 12 мың теңгеден ақша жиналып жатқан жөнінде мәлімет келіп түсті. Ақша жинау мәселелерін бір жолға тоқтату, жемқорлық көріністеріне жол бермеу мақсатында шұғыл жиналыс ұйымдастырылып, ақша жинауды ұйымдастырған ата-аналар анықталып, жиналған ақшаны қайтару жұмыстары жүргізу тапсырылды. Осындай фактілер облысымыздың бірнеше ауданында орын алды. Сондықтан құрметті ата-аналар, құрметті мұғалімдер, сіздерді мектеп қабырғасында заңсыз ақша жинау мәселесінен бас тартуға шақырамыз.
Ашықтық пен адал білімді қамтамасыз ету үшін Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті мен қаладағы кәсіптік білім беру ошақтарында орналастырылған арнайы бейне камералар арқылы онлайн емтиханның әділ өту барысына бақылау жұмыстары жүргізілді. Департамент пен Түркістан адалдық алаңы жобалық кеңсе бастамасымен Түркістан қаласының көлік құралдарын уақытша сақтауға арналған арнайы учаскеге айыппұл алаңына мониторингтік жұмыс жүргізілді. Зерделеу нәтижесімен қауіпсіздік талаптарының сай болмауы анықталды. Яғни көлік құралдарын уақытша сақтауға арналған арнайы тұрақта өрт сөндіру қалқаны орнатылмаған, жеке тұлғалардың құрылыс заттары орналасқан және арнайы қауіпсіздік талаптарға сай келмейді. Анықталған қауіпсіздік талаптары департамент назарына алып, Түркістан қаласы әкімдігіне кемшіліктерді қалпына келтіру бойынша ұсыныс жолданды. Қазіргі уақытта нәтижесінде тұрақта тазалық жұмыстары мен өрт қауіпсіздігі және бейне бақылау орнатылды. Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде парасаттылық орталығы және колледждерде 59 парасаттылық мектептері ашылған. Өскелең ұрпақты өнегелі іске бастайтын аталған университет қабырғасында парасаттылық орталығы ұйымдастыруымен біз жемқорлыққа қарсымыз акциясы өтті. Университет пен департамент ұйымдастыруымен парасатты ұрпақ келешек кепілі тақырыбында республикалық ғылыми тәжірибелік онлайн конференция өтті. Облыстағы кәсіптік техника білім беру ұйымдарында жаппай асылдың бірі адалдық тақырыбында брейн-ринг интеллектуалдық білім сайысы өтті. Сайысқа 800-ге жуық студент қатысып, өздерінің білімдерін ұшқыр ойларын көрсетті. Білім беру ордаларында парасаттылық, адалдық құндылықтарын одан әрі дәріптеу мақсатында психолог мамандармен де онлайн семинар тренингтер өткізілді. Жоғары медициналық колледжін бітіруші түлек ата-аналар арасында парасаттылық отбасынан басталады тақырыбында онлайн семинар өткізілді. Өңірдегі 61 колледждерде саналы ұрпақ жобалық кеңселері ашылып, жастар арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында түрлі шаралар өтуде. Солардың бірі пара нәсіп болмайды тақырыбында бір мезетте дін өкілдерімен кездесу ұйымдастырылды. Жастар арасында парасаттылық идеологиясын насихаттау және терең білімнің маңыздылығын түсіндіру мақсатында агенттікпен кезекті рет республикалық адалдық сағаты науқаны онлайн форматта өтті. Аталған науқанға облыс бойынша жоғары оқу орындары мен колледждің бірінші курс студенттері және 9-11 сынып мектеп оқушылары жалпы саны 100 мыңға жуық жасөспірім қамтылды. Бұл жұмыс одан әрі жалғастырылатын болады. Алдағы уақытта Яссауи бабамыздың еңбегіне жолына арналған адалдық сағаты ұйымдастырылғалы жоспарлап отырмыз. Сапалы жол адалдық алаңы жобасы бойынша облыстық және жергілікті жолдардың сапасына зерделеу жұмыстары жүргізілді. Көптеген азаматтардың тарапынан бізге өтініштер келіп түсіп жатады, өңірдегі аудандағы жол сапаларына қатысты. Соған байланысты ағымдағы 6 айда 6 ауданда мониторинг жұмыстары ұйымдастырылды. Нәтижесінде жалпы 26 кемшілік анықталып, бүгінде әкімдік пен мердігер компанияларға қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу ұсынылды. Жолдың сапасы сын көтермейтін біраз аудандарда қазіргі таңда жолдың сапасы қайта қарастырылып, мердігерлер жолды кепілдік негізінде қайта салуды бастап кетті. Бұл кемшіліктердің ішінде жол төселімінің тегістігі сметалық құжатқа сай келмейді, су ағарлары мен бордюрлардың, сондай-ақ темір бетонды плиталардың жарылғаны, асфальт бетіне шөп шығуы, төселген жолдар шөгіп қара қиыршықтарға айналғаны анықталды. Облыстық көлік бақылау инспекциясының көшпелі бақылау бекетімен бірлесіп, сапалы жол адалдық алаңы жоба аясында республикалық маңызы бар Батыс Қытай Батыс Еуропа тас жолының Шақпақ Баба елді мекенінде ауыр жүк көліктерінің ішкі тәртібіне тексеру жұмыстары жүргізілді. Рейдтік шара барысында жалпы саны 50-ден аса ауыр жүк көлігі тексеріліп, оның ішінде тауар тасымалдау құжаты болмаған 12 жүк көлігіне ескерту шаралары берілді. Жиеген 6 көліктің салмағы белгіленген мөлшерден асып кеткен үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 1.252.360 теңге көлемінде айыппұл салынды. Сондай-ақ инспекцияның көшпелі бақылау бекетімен бірлесіп, сапалы жол адалдық алаңы жобасы аясында облыстық маңызы бар Көксәйек, Ақсу, Шаян, Мыңбұлақ тас жолының Қарабұлақ және Ақбұлақ ауыл округтеріне ауыр жүк көліктерінің ішкі тәртібіне тексеру жұмыстары жүргізілді. Рейдтік шара барысында жалпы саны 20-дан асатын ауыр жүк көлігі тексеріліп, оның ішінде тауар тасымалдау құжаты болмаған бір және 2 жүк көлігінің салмағы белгіленген мөлшерден асып кеткен үшін
иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылып 25 мың 10 теңге көлемінде айыппұл салынды. Департамент бастамасымен Қазақстанның ғарыш сапары ұлттық компаниясы көмегімен Сарыағаш тұрмыс мемлекеттік коммуналдық мекемесіне тиесілі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының талапқа сай жұмыс жасау бойынша мониторинг жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде полигондарда экологиялық талаптарға сай келмейтіні, санитарлық қорғау аумақтарында бейберекет қалдықтар орналастырылып қараусыз қалғаны анықталды. Келесі мониторинг жұмыстары Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылдық округінде орналасқан Таза ауыл мемлекеттік мекемесіне тиесілі полигонында жүргізілді. Мониторинг жұмыстарының нәтижесінде полигонда қалдықтарды орналастыру және көму жұмыстары толық өз деңгейінде жүргізілмейтіні, белгіленген тәртіппен тереңдігі 9 метр траншеялар қазылмаған және қалдықтардың нығыздалған қабаты жарты метр топырақпен оқшауланбағаны және шаруашылық аймақта орналасқан бақылау дезинфекциялы ваннасы қарастырылмағаны анықталып отыр. Анықталған кемшіліктерді қалпына келтіру бойынша аталған мекеме басшылығына ескерту жасалды. Қалпына келтіру жұмыстары бойынша осы айдың соңына қайта мониторинг жұмыстары жүргізілетін болады. Құрметті желі қолданушылары, сіздердің аудандарыңызда қандай да бір полигондарға, қоқыс полигондарына қатысты және де басқа да кемшіліктер анықталып жатса, адалдық алаңы жобасына тікелей хабарласа аласыздар. Агенттікпен іске қосылған ашық бюджеттің интерактивті картасы жобасы аясында Түркістан облысында 1352 мемлекеттік мекеменің барлығы толықтай өз бюджеттерін жариялап үлгерді. Жарияланған жалпы сома 368 миллиардтан асты. Қазіргі таңда өңіріміздің тұрғындары publicbudget.kz сайтына кіру арқылы өңірімізде бюджетке шығындалып, қандай да бір бюджеттің қаражатына салынып жатқан объектілер болса, бюджет қалай жұмсалып жатқанын бақылағысы келсе, осы сайт арқылы кіріп таныса алады. Яғни кез келген бюджет әрбір теңгені қарау мүмкіндігі қазіргі таңда ұйымдастырылды. Ел президентінің халық үніне құлақ асатын мемлекеттік тұжырымдамасын іске асыруда департамент жаңа ақпараттық ағымда халықпен кедергісіз байланыс құрып, ел игілігі үшін ашықтық қағидатымен қызмет атқаруда. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департамент жанынан 2019 жылдың 25 желтоқсаны облыстық ақпараттық ағарту штабы құрылған болатын. Бүгінде штаб құрамында 29 белсенді азаматтар бар. Жыл басынан ақпараттық насихат штабы мақсаттық топтар арасында және ауылдық округтерде жалпы 29 кездесу ұйымдастырды. Сондай-ақ Кентау қаласына қарасты Шорнақ және Қарашық ауылдық округтерінде қоғамдық қабылдаулар ұйымдастырылды. Төтенше жағдай енгізілгеннен бері штаб мүшелерімен 17 онлайн семинарлар ұйымдастырылды. Қазіргі таңда штабтың жұмысын үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында штаб құрамына аудан қалалардың Нұр Отан партиясы филиалының төрағалары, жастар ресурстық орталығының директорлары және тұрғындар арасында жоғары беделге тұлғалармен толықтырылуда. Штабтың негізгі мақсаты халық арасында адалдық, парасаттылық құндылықтарын дәріптеу және де жүзеге асырылып жатқан сыбайлас жемқорлық саясаттың тетіктерін түсіндіру және халыққа ыңғайлы түрде жеткізу болып табылады. Арнайы мониторингтік топ бойынша департамент жанынан құрылған арнайы мониторингтік топ мүшелері төтенше жағдай режимінде де бізбен бірге белсенді жұмыс атқаруда. Атап өтсем, топ мүшелерімен шекаралық блокпосттарда азық-түлік тауарлар мен медициналық бұйымдардың бағасына қатысты мониторинг жұмыстары тұрақты жүргізіледі. Топ мүшелерімен Яссауи атындағы университетте таза сессия науқаны аясында қоғам тарапынан бақылау жүргізілді. Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясында төтенше жағдай кезінде тұрғындар үшін жиналған қаражатқа және денсаулық сақтау саласына бөлінген қаражатқа зерделеу жұмыстары жүргізілді. Сапалы жол жобасы аясында қала аудандар жалған жолдарға жүргізілген мониторингқа да арнайы мониторинг топ мүшелері қатысты. 20 маусым 5 шілде арасында өткен ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункттерінде 47 мүше бақылаушы ретінде қатысып бірқатар заңсыздықтың жолын кесті. Атап айтатын болсам, жүргізілген мониторинг нәтижесінде ұлттық бірыңғай тестілеуге кіргізілген жалпы саны 17858 талапкердің 116 тыйым салынған заттарды, соның ішінде ұялы телефон, көмекші жазба қағаздар, сымсыз құлаққаптарды алып кірмек болған үшін тестілеуге кіргізілмеді. Ал 157-сі тестілеу барысында заңсыз құралдарды қолданғаны үшін тестілеуден шығарылды. Әртүрлі жағдайлары болды осы ұбт-ны ұйымдастыру барысында. Мәселен, 28 маусым күні Арыс қаласы нөмір 825 ұлттық бірыңғай тестілеу
өткізу пунктінде, тестілеу уақытында дәрігерлік пунктте және әжетханаға барған талапкерден 37 ұялы телефон анықталды. Бұл дегеніміз жастар арасында бір-біріне көшіру және де заңсыз әрекеттерге бару мәселесі әлі шейін орын алып тұр. Сондықтан бұндай жұмыстарды әрдайым жүргізу өте маңызды. Сондай-ақ арнайы мониторинг топ мүшелерінің белсенділігін ескере отырып, бүгінде топтың барлық деңгейдегі құрамы жаңартылуда. Егер облыс тұрғындары тарапынан арнайы мониторингті топтың қатарына кіремін, белсенділік танытып, қандай да бір жұмысқа араласамын деген азаматтар болатын болса, бізге тікелей хабарласса болады. Біз арнайы мониторинг топ қатарына қосу мәселесін қарастыратын боламыз. Жұртшылықпен байланыс орнату бағытында, жұмыстармен бұқаралық ақпарат құралдарында және рөлі үнемі өсіп келе жатқан әлеуметтік медиа, яғни Facebook, Instagram, басқа әлеуметтік желілер арқылы ақпараттық жұмыс күшейтіліп жүргізілуде. Департамент пен ауданаралық басқармалармен өткізілген шаралардың бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланым саны 791 болды. Оның ішінде газеттерде 157, авторлық 44 мақала жарияланды. Телеарнада 36 және ақпараттық агенттіктерде 598 жариялым ұйымдастырылды. Осы тұста айта кететін мәселе, департаментпен өткізілген шараны алдын ала анонс арқылы хабарлап, апта соңында жасаған жұмысының нәтижесін видео дайджест әзірлеу арқылы халық назарына ұсынылып отырады. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және халықты ақпараттандыру мақсатында облыс аумағында барлық аудан қалаларда 71 баннер орналастырылды. Сондай-ақ 14-24 кол орталығының мәліметтері туралы облыс бойынша 5000-нан аса ақпараттық жарнамалар мемлекеттік мекемелер, халыққа қызмет көрсету орталықтар және де халық көп шоғырланатын жерлерде таратылып ілінді. Мемлекеттік сатып алудың бірыңғай терезесі ақпараттық талдау жүйесі арқылы сатып алу саласында жүргізілген мониторинг жұмыстарының нәтижесінде 6 айда жалпы сомасы 372 миллион теңгеге жуық бюджет қаражаты үнемделді. Яғни мемлекеттік сатып алу процестеріне мониторинг жүргізіліп, ол жақта бағаның көтермелеуі, заңсыз, негізсіз көтермелеу фактілер анықтау арқылы, сол фактілердің алдын алу арқылы 372 миллион теңге үнемделіп отыр. Атап айтқанда, Жетісай ауданының білім бөлімі құны 235 мың теңге құрайтын 94 компьютерді сатып алуды жоспарлаған. Жалпы сомасы 22 миллионнан астам болған. Жоспарланған соманы медиандық және нарықтық баға тұрғысынан жоспарлау жөнінде тиісті ұсыныс хат жолдаған соң, мемлекеттік сатып алу жоспарына өзгерістер енгізілді. Нәтижесінде 160 мың теңгенің шамасында жоспарланған 94 компьютердің орнына 133 компьютер алу жоспарланды. Бюджет қаражатынан 6 миллионнан астам теңге үнемделді. Сондай-ақ мемлекеттік сатып алу веб-порталындағы мемлекеттік сатып алуларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу барысында бірқатар мемлекеттік мекемелер тарапынан жасалынған қосымша келісімшарттарға зерделеу жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде Кенттау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық тұрғын үй инспекциясы бөлімі мен Жасыл Кенттау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында саябақтарды, тәлімбақты және жасыл аймақты күтіп ұстау үшін 32 миллионнан астам теңгеге 6 сәуір күні келісімшарт түзілген. Алайда аталған мекемелер арасында 3 күннен кейін, яғни 9 сәуір күні жалпы сомасы 135 миллионнан астам теңгені құрайтын қосымша келісімшарт жасалған. Нәтижесінде біздің департаментпен мониторинг зерделеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін қосымша келісімшарт түзудің еш негізділігі жоқ екені анықталып, бүгінгі таңда заң бұзушылыққа жол берілмей, заңсыз түзілген қосымша 135 миллион теңгеге түзілген қосымша келісімшарт бұзылды. Оған қоса Кенттау қаласының білім бөлімі бір дана 4 пішімді алфавиттік кітапты 517 миллион теңге көлемінде сатып алуды жоспарлаған. Осы уақытқа дейін кітапты 1650 теңгеге алып келгенін ескерсек, бұл жоспарланған сатып алуға өзгеріс енгізу бойынша ұсыныс енгізілді. Нәтижесінде қазіргі таңда сол жоспарланған қайта қарастырылғаннан кейін 104 миллионнан аса қаражат мемлекет меншігінде қалды, яғни үнемдеу жасалды. Бұл бойынша жұмыс әрі қарай жалғастырылатын болады, яғни мемлекеттік мекемелердегі негізсіз бағаның көтерілуі, сапасыз қандай да бір тауарлар мен қызметтерді алу барысы анықталатын болса, біздің департамент тарапынан алдын алу жұмыстары жүргізіліп, ол бойынша азаматтар жауапкершілікке де тартылатын болады. Сыртқы талдау жұмыстары бойынша
Есептік мерзімде, яғни ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жұмыстары 5 мекеменің қызметінде жүргізілді. Ол Кентау қаласы әкімдігінің тұрғын үй құрылысы, мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді бөлу функцияларын жүзеге асыратын бөлімдерінде, облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасында, экология департаментінде, облыстық орман шаруашылығы жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясында және Кентау қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімінде. Сыртқы талдау барысында нормативтік құқықтық актілерді және мекеменің ұйымдастырушылық басқарушылық қызметіне бірқатар кемшіліктер, яғни сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталды. Осының негізінде жалпы мемлекеттік мекемелерге талдау нәтижелерінің 41 ұсыныс енгізілді. 15 ұсыныс қазіргі таңда орындалу үстінде. Аталған бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да тұрақты жалғасатын болады. Жедел бағыт бойынша агенттікпен бекітілген басым бағыттары бойынша атап айтқанда мемлекеттік бағдарламаларға бөлінген бюджет қаражатын ысырап ету, жүйелі сыбайлас жемқорлық деректерін анықтау, лауазымды тұлғалар тарапынан шағын және орта кәсіпкерлік бизнеске заңсыз араласу, облыстық қалалық және аудандық басшыларға қатысты көлеңкелі экономика лауазымды тұлғалар тарапынан қамқоршылық жасау деректерін анықтауға департаменттің жедел қызметінің жеке құрамы бағытталған. Есептік кезеңде жедел іздестіру шараларын жүргізу нәтижесінде сотқа дейінгі тергеп тексеру бірыңғай тізіліміне жалпы 102 қылмыс тіркелген. Салыстырмалы түрде 2019 жылы бұл мерзімде 86 қылмыс тіркелді, яғни осы жылы сыбайлас жемқорлық қылмыс тіркелуі бойынша өсім байқалады. Бұл қылмыстардың ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыстар 76, жедел жолмен анықталып отқан қылмыстар саны бүгінгі күнге 73 болды. Яғни 78-де 3% құрап отыр. Бұған қоса осы аралықта бюджет қаражатын жедел сүйемелдеу бойынша жыл басында бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша 14 қылмыс анықталды. Осы қылмыстардың аясында мемлекетке келтірілген залалдың жалпы құны 811 миллион теңгеден асып отыр. Бұл бағытта 805,9 миллион теңге мемлекетке қайтарылды. Яғни қазіргі таңда жарты жылда мемлекетке келтірілген жемқорлармен келтірілген залалдың 99-да 2% толығымен өндіріліп мемлекеттің еншісіне қайтарылды. Енді мысал ретінде айтып өтетін болсам, Мақтаарал аудандық сотының үкімімен Жаңаауыл округі әкімінің орынбасары болған Жұмашевке Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабы 3 бөлігі 2 тармағымен, яғни жәбірленушіден атаулы әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау үшін алаяқтық жолмен соңғыдан 50 мың теңге ақша қаражатын иемдену алу фактісімен кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындалды. Сондай-ақ Кентау қалалық сотының үкімімен Кентау қалалық көпсалалы колледжінің бұрынғы директоры Бегісбаева қылмыстық кодекстің 189 бабы 103 бөлігі 1-2 тармақ 1 және 2 тармақтарымен, яғни колледжге тіркеліп, алайда оқуға келмейтін студенттерге заңсыз шәкіртақы тағайындап, ақша қаражаттарын иемденіп алу фактілерімен сотталып, кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды. Тергеу саласы бойынша ағымдағы жылдың 6 айында департаменттің өндірісінде 257 қылмыстық іс болған. Салыстырмалы түрде 2019 жылы департамент өндірісінде 200 іс болды. Бұл бағытта да өсім байқалады. Оның ішінде 154-і немесе 59,9% департаменттің өзімен тіркелген. Өндірісте болған істердің 148-і немесе 70%-ға жуығы өндіріспен аяқталған, оның 62-сі сотқа жолданған. Оңтайлы жұмыстардың нәтижесімен азаматтардың конституциялық құқықтарын бұзуға, қылмыстық істі қосымша тергеуге жолдауға, анықталған қосымша фактілерді негізсіз тіркеуге жол берілмеді. Әрбір аяқталған істер бойынша алдын алу шараларды күнделікті жүргізу арқасында Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 2 бабына сәйкес заң бұзушылықтарға ықпал еткен мән-жайларды жою жөніндегі ұсыныстарды енгізу көрсеткішін 100%-ға жеткіздік. Атап айтқанда, биылғы жылдың 6 айында 59 ұсыныс жолданып, оның 40-ы қаралып, 25 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар мекеме ұжымының қатысуымен 21, басшылардың қатысуымен 11 ұсыным қаралды. Сотқа жолданған қылмыстық істер бойынша 100% ұсыныстар мемлекеттік органдарға жолданды.
Бұдан бөлек Қазақстан Республика үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы нөмірі 1131 қағидасына сәйкес сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жолмен жәрдемдескен 7 тұлғаға 1.300.000 теңге көлемінде ақшалай сыйақы берілді. Айта кетейін, агенттіктің 14-24 кол орталығына Түркістан өңірінен 73 азамат хабарласып, жедел әрекет ету амалдары арқылы 5 тұлғаның заңсыз әрекеті үшін қылмыстық іс қозғалды. Құрметті облыс тұрғындары, бүгінде департаментпен және жобалық кеңсе облыстық тауарлармен көрсетілетін қызметтердің сапасы қауіпсіздігін бақылау департаменті және бәсекелестікті қорғау және дамыту Түркістан облысы бойынша департаменті мен Атамекен ұлттық палатасының өңірлік өкілдіктерімен бірге өңіріміздегі, яғни облыстағы дәріханалардағы дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі немесе бағаның негізсіз көтерілуіне байланысты мониторинг жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл қазіргі еліміздегі карантин жағдайға байланысты, еліміздегі індетке қатысты жағдайдың ушығуына байланысты алдын алу шарасын ұйымдастыруға бағытталған. Сондықтан да қандай да бір ақпараттарыңыз бар болатын болса, дәрі-дәрмектің негізсіз көтерілуі, заңсыз сатылуы бойынша сіздер тікелей агенттіктің 14-24 кол орталығына немесе бізбен таратылып жатқан жаднамаларды көрсетілген номерлары арқылы қарастырып, видео, фото түсіру арқылы, аудиозапистер арқылы бізге WhatsApp арқылы жіберсеңіздер болады. Сол фактілер бойынша біздің жобалық кеңсенің менеджерлері аталған жұмыс тобының мүшелері әрекет ететін болады. Құрметті желі қолданушылары, құрметті облыс тұрғындары, тағы да естеріңізге саламыз, Қазақстанның сыбайлас жемқорлықсыз келешегі оның әрбір тұрғынына байланысты. Сондықтан әрбір азаматты еліміздің қоғамдық өміріне белсенді атсалысуға, жемқорлық фактісімен кездескенде көз жұмып қана қоймай, сонымен қатар өкілетті органдарға, яғни департаментке 14-24 нөмірі арқылы хабарласуға шақырамыз. Себебі тек департамент қана болып, бұл індетке күресу мүмкін емес. Әрбір азаматтың жеке санасына, әрбір іс-әрекетіне, әрбір таңдауына байланысты. Егер азаматтарға бұл індет ыңғайлы болатын болса, бұл қылмысты жою немесе азайту жақын арада мүмкін болмайды. Сондықтан тек қана бірлесіп қана бұл індетке қарсы тұра аламыз. Әрбір жеке таңдау, әрбір азаматтың өзінің жеке үлесі осы қылмысты азайтуға, яғни еліміздегі жемқорлық деңгейін азайтуға мүмкіндік береді. Сондықтан егер де өздеріңіз қандай да бір жемқорлық фактісімен кездесіп жатсаңыздар, 14-24 кол орталығына хабарлассаңыздар да болады. Тіпті өздеріңізге сенімсіз болсаңыздар да, кеңес алу үшін, ақпарат алу үшін 14-24 кол орталығына хабарлассаңыз болады. Біздің қызметшілер жедел әрекет ету арқылы қылмыстың алдын алуға, яғни сіздің құқықтарыңызды қорғауға барынша әрекет жасайтын болады. Сондықтан азаматтық ұстанымдарыңызды белсенді көрсетуге шақырамыз. Ескертіп айтып кетем, кол орталыққа хабарлаған азаматтардың бұл 14-24-ке қоңырау шалу тегін, және де азаматтардың ақпараты құпия болып саналады. Сондықтан барлық құқықтарыңыз сақталады, барлық қорғау мүмкіндіктері ұйымдастырылады. Құрметті облыс тұрғындары, осымен 6 айда атқарылған жұмыстар бойынша қысқаша ақпарат осындай. Біз департаментпен өз жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Сыбайлас жемқорлықтың салдарымен, яғни қылмысты әшкерелеуден ғана емес, сонымен қатар осы қылмыстың алдын алуға бағытталған шараларды да біз одан әрі күшейтіп жасайтын боламыз. Себебі ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп бабамыз атап өткен болатын. Сондықтан біз алдын алу, халық арасында мәдениет қалыптастыру, болдыртпау, санасын өзгерту бойынша жұмыстарды одан әрі жалғастыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.